Арнаға қош келдіңіз. Бүгін бүкіл әлем бойынша жанкүйерлер жинаған түрік ұлтының талантты жас актрисасы Эбру Шахин жайлы айтатын боламын. Актриса баскетболшы жұбайымен ақш-қа қоныстанды. Актриса сусабын жарнамасына түсу үшін рекордтық 2 миллион түрік лирасын сұраған. Кезінде актриса боламын деген ойын қолдамаған оның кейбір достары жетістікке жеткенде қайта қарым-қатынас орнатуға тырысқан. Енді осы және басқа ақпараттарды ретімен баяндайтын боламын. Қазақша каналымды қолдап, подписаться батырмасын басып, жазылып қоюды ұмытпаңыз. Актриса көрікті және жан-жақты. Ол үшін ойнайтын жобалардың саны емес, сапасы маңызды. Эбру Шахин 1994 жылы 18 мамырда Түркияның Стамбул қаласында дүниеге келген. Бала кезінде ол спортпен шұғылданды. Коньки тебу, кросс жүгіру, волейбол және баскетбол ойнау. Ал қыз мектепке кәдімгі аяқ киімнің орнына роликтермен барған. Ол үнді фильмдерін өте жақсы көреді және Болливудтағы мансап туралы ойларға беріледі. Шахин Стамбул университетін спорт ғылымдары мамандығы бойынша бітірді. Осыдан кейін ол актерлық сабақтарға қатысып, менеджер Абдулла Булутпен кездесті. Ол оған жарнамада рөлдерді табуға көмектесті. Айналасындағы достары оның бұл ойын қолдамады. Бірақ ол жетістікке жеткенде олардың бір бөлігі қызбен қайта қарым-қатынас орнатуға тырысқан. Эбрудың актерлік өмірбаяны 2016 жылы Қанды ағаш фильміндегі рөлмен басталды. Дегенмен картина бірнеше жылдан кейін ғана шықты. Содан кейін Жауынгер сериясында аз жұмыс басталды. 2017 жылы оның кино қоржыны Стамбул қалыңдығы тыйым салынған жеміс сериалдарымен толықты. 2019 жылы бейсіналық махаббат картинасы жарық көрді. Онда Эбру оңалту орталығында емделіп жатқан қызды бейнеледі. Актриса үшін серпіліс желді сериясы болды. Онда ол асырап алған ата-анасымен бірге тұратын және Стамбул кәсіпкері Миран Асланбейге ғашық Рейян Шадоглудың басты рөлін ойнады. Алғашқы эпизодтардан кейін оған даңқпен қатар өсек-аяң келді. Әлеуметтік желі қолданушылары әйелдің мұрнына пластик жасатқанын жарыса жазды. 2021 жылы ең көп талқыланатын актрисалардың тізімі жарияланды. Эбру Шахин Ханде Эрчелден кейін 4-ші орынға ие болды. Алдында Демет Өздемирмен және Анеслихан Атагүл болды. Эбру йога, фитнес, пилатес, кикбоксинг, медитациямен айналысады. Актрисаның бойы 166, салмағы 54 кило. 2022 жылы Эбру басты рөлді сомдаған Аңыз сериалының көрсетілімі аяқталды. Лентада ол түркі тайпасының шебер аққыз жауынгері ретінде көрінді. Шахиннің серіктесі Эдип Тепели болды. Тарихи драмаға қатысу үшін актриса жаттығуға көп уақыт жұмсауға мәжбүр болды. Шын мәнінде бүкіл түсірілім процесінде атақты адам күн сайын нұсқаушылармен жұмыс істеп, экшн көріністерін қайталады. Бір қызығы, бірлескен күш-жігер мен жекпе-жектің ерекше әдістері жасалды. Рөлі үшін Эбру үздік актриса және өсіп келе жатқан жұлдыз номинациялар бойынша алтын көбелек сыйлығын жеңіп алды. Бұған дейін Түркияның жетекші бренді марапаттарын жеңіп алды. Актрисаға сусабын жарнамасына түсу ұсынылды. Алайда актриса жарнамаға түсу үшін рекордтық 2 миллион түрік лирасын сұрады. Желді сериясы 50 елде көрсетілді. Ал Шахин 22 сағат бойы Твиттерде талқыланған алғашқы түрік атақтысы ретінде рекорд орнатты. Актрисаның жеке өміріне келсек, мансабының басында Эбру Шахин Толга Сарыташпен қарым-қатынаста болған. Актриса бұл қарым-қатынасты растамады, бірақ жоққа шығарған жоқ. Шахин жеке өмір туралы сұхбатында жас кезінде шынайы терең махаббатты бастан өткергенін, алайда ол оқиғаның қайғылы аяқталғанын хабарлады. Кейін жұлдыздың жеке өмірінде маңызды оқиға болды. Түрік актрисасы баскетболшы Джеди Османмен кездесіп жүргенін хабарлады. Кейін оған тұрмысқа шықты. Жас жұбайлар алдымен Түркия мен Африкада, соның ішінде Сейшел аралдарында бал айын өткізді. Содан кейін Грецияда байқалды. Онда Эбру Шахин жаңа жұбайының қатысуымен матчқа қатысты. Содан кейін жұлдызды жұп ақш-қа қоныстануға шешім қабылдады. Ол күйеуінің артынан Агая штатына барды. Оны жергілікті тұрғындар жиі таниды және онымен суретке түседі. Бір сөзбен айтқанда, ерлі-зайыптылар бірге өмір сүрудің жаңа кезеңінен ләззат алуды және әлеуметтік желілерде белсенді болуды жалғастыруда. Алайда әйгілі түрік әйелі жұмыс үшін отанына ұшуды тоқтатқан жоқ. Жер сілкінісінен кейін Эбру Түркияға келіп, жергілікті телеарналарда өткен марафондарда отандастарына қолдау көрсетті.
Түрік актрисасы бос уақытын әрдайым жұбайымен бірге саяхаттауға жұмсайды. Актриса ранчода, мұхит жағасында және тауларда демалады. Актриса өзінің тамақтануын қадағалауға тырысады, бірақ оның тәтті десерттерге ерекше әлсіздігі бар. Актриса Ханзада сериясының 2-ші маусымында түсірілімді аяқтады. Сонымен қатар ол көбінесе жарнамалық брендтердің бейнелерінде түседі және бұқаралық ақпарат құралдарына арналған фотосессияларға қатысады. Атақты актрисаға қатысты ойларыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Құрметті көрермен, каналым ұнаса, алдағы уақытта да жіберіп алмау үшін подписаться батырмасын басып, лайк басып, қазақша каналымды қолдап отырыңыздар. Алда көптеген жұлдыздардың өмір жолдары баяндалатын болады.